ата ананың құрметі сізбен бізді жәннатқа алып барады. Ата анаға деген сіздің иілген басыңыз жәннатқа кіретін бас болады. Сәләф салихтарымыз ата анасын қатты құрмет қылған. Бір кісі айтып береді. Ондай уақиғалар көп өмірде. Бір өлкелерде, мұсылман елінде, қартайған әкесін бағуды қолына алады бір кісі. Әкесі қартайған екен. Анау әкесі қартайғаннан кейін үйінде бәрібір енді қария кісі үйде жүре алмайды, барлық іске араласады екен. Барлық іске араласады. Суың ыстық дейді, ана келіннің тамағына араласып кетеді, мынауың тұзды дейді, мынаны неге сыпырмадыңдар, анау тым жарық болып кетті бөлме, тым қараңғы болып кетті, тым салқын болып кетті, тым ыстық болып кетті. Сондай қария кісі ғой енді, мазасыз болады. Содан тойғаннан әйел айтады, мен әкеңнен тойдым дейді. Не басқа бауырларыңа апарып таста, не бір басқа бір шешімін жаса дейді. Бірақ біздің үйде тұрғыза алмаймын бұны дейді. Мен шаршадым. Содан әкесіне жақсылық қыламын деп, амал жоқтан мешіттің жанынан жақын жерден бір квартира арендаға алып, жалға алып, сол бөлмеге тұрғызады әкесін. Өзі қарай алмағасын, әйелі ыстық тамағына қарай алмағасын қызметші алады. Бірақ ол қызметші қандай таңнан қара кешке шейін о жерде болмайды ғой. Келіп тамағын істеп береді, кетіп қалады. Келіп киімін алмастырып береді, қайттан кетіп қалады. Қария кісі бір өзі бір бөлмеде. Мешітке шығып келеді, сосын қайтадан сол бөлмесінде жатады. Баласы күн өтіп, әйтеуір шамасы жеткенше зиярат қылады. Сол әйелі әр зиярат қылған сайын мынау әкеңе апарып бер деп, бір тостаққа әрдайым тамақ салып береді екен. Бір тостақ әрдайым. Соны алып барады, тамағын береді, жуып, алып қайтады. Сол бір тостақ. Содан уақыт сәті келіп, Алланың өмірі ғой енді. Өлшеніп берген өмір бар, уақытымен озарсын дейді. Әкесі қайтыс болады. Барлық жиыны бәрі біткесін, әйтеуір сол бөлмені жинап, қайтадан қожайынына тапсырамын дейді. Сол бөлмеге барып, жинастырып жатып, ана тостақты да мусорға тастайды. Сөйтсе жанындағы ерген баласы, кішкентай бала алып жатыр дейді сол тостақты. Не қыласың десе, бұл аталардың тостағы ғой деп айтады дейді. Жас бала ғой, кішкентай бала ғой. Бұл аталардың тостағы ғой. Ертең сен де ата болғанда мен тамақ әкеп тұрам ғой депті. Сонда барып, ана бала есін жинайды. Кір болып кеткен, тер болып кеткен төсекке көз түседі. Шкафтың шетінде кір болып жуылмай қалған киімдерге көз түседі. Сол киімдерді искелеп, сол төсекке құлап жылайды бейшара. Енді оның көзі соқыр болып қалғанша жыласа да не пайда, айтыңызшы. Ол қанша жыласа да, көзі соқыр болып, көрмей қалғанша жыласа да не пайда, айтыңызшы. Көзінің күнәһар жастарын сол әкесінің тер-тер болған төсегіне сүртумен болады. Ата-анасы бар жандар, үйлеріңізде жәннаттың есігі бар. Бір адамда бір есік бар, бір адамда екі есік те бар. Солардың қызметінде болсаңыздар, жақсылықты табасыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Йемен жерінен бір кісі келеді, бір жас жігіт келеді. Сөйтіп айтады: "Я Расулалла, мен сізбен бірге соғысқа келдім дейді, джихадқа келдім. Мені әскеріңізге қосыңыз" дегенде,
пайғамбарымыздың қойған сұрағын қараңыз. Ол кісі сұрамайды, сен күрес аласың ба, қылыштас аласың ба, садағат аласың ба, атқа міне аласың ба? Жоқ, олай сұрамайды. Бірінші сұрайтыны, ата анаң бар ма дейді. Бар дейді. Бар, ата анам бар дейді. Солардан рұқсат сұрадың ба дейді. Жоқ, сұрамадым дейді. Онда бар, рұқсат сұрап кел дейді. Білесіз ба? Құран оқу қандай? Мешітке келіп, қандай сауап? Түнімен тұрып, нәпіл намаз оқу қандай сауап? Нәпіл ораза тұту қандай сауап? Бірақ бұл сауаптың біреуі де ата-ананың қызметіне жете алмайды, білесіздер ма? Ата-ананың қызметіне сіз түнімен нәпіл оқысаңыз да жете алмайды. Түнімен тұрып ұйқыңыздың быт-шытын шығарып, Алла үшін деп көзіңізге жас алып, аяғыңыз іскенше тұрып намаз оқыңыз. Анаңыздың аяқ киімін әперіп, әкеңіздің қол аяғын уқалап бергенге жетпейді. Оның сауабы оған жетпейді. Ата-анасы кетіп қалған қанша адам бар. Оның қабіріне барғанда барып көп адам есіне түсіреді өзінің бала кезін. Бала кезінде кейін жігіт болғанда барып ақмақтығын есіне алады. Ақша тауып келеді. Тауып келген ақшасының артылғанын ата-анасына береді. Ата-анасы ше, тауып келген ақшасының бәрін баласына береді негізі. Бір ата-ана 10 баланы үйіне, бауырына сыйдыра алады. Бірақ бір бала өзінің ата-анасын үйіне сыйдыра алмайды қазіргі күнде. Сыйдыра алмайды. Сондай адамдар бар. Ата-анасына сенсірейтін. Сондай адамдар бар. Ата-анасының есімімен сөйлейтін. Абу Хурайрадан сұрапты. Ата-анама қалай құрмет қылайын деп. Сонда айтыпты. Ата-анаңның есімімен атама. Атын атама депті. Даусыңды олардың даусынан жоғары көтерме. Құран-ы Кәримде білесіздер ма? Былай деген аят бар. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Ол екеуіне дейді, ата-анаңа дейді. Уф деп айтпа дейді. Уф деп айту, бауырлар, шариғатта үкімі не? Харам болады, білесіздер ма? Харам.